еркектер ашуланып жатқан кезде подарок беріп көрдіңіздер ма? Вот еркек ашуланып жатқан кезде ешкім подарок бермейді ғой. Еркектер ашуланып жатқан кезде мынау саған деш, кетші адам жылады демейді. Подарок береді, уақыт тапқан екеусі адам жылады деп бару. Бір одан сайын жындап кетеді ғой. Ана подарок өзі жын болып көрініп тұрады сразу ғой. Сосын біз еркектер 1-2 сағат өткеннен кейін өкінеді екенбіз ғой. Кәдімгідей өкінесің. Бекер алмадым бар ғой. Мен үшін сатып алды ғой, барып бар ғой. Той, бір сондай бір мінезім бар менің бар. Не болды екен, не алды екен деп ішімнен де. Сөйтсем әйелдер де өкінеді екен, бекер алдым дейді екен бар ғой. Енді вечно сөйтеді, мен ашулансам болды, өтірік подарок әкеле салады деп. Мен мына залда үлкен апаларымды көріп отырмын, жеңгелерімізді көріп отырмын. Бұрын ұрысып қалсын әкелерімізбен, туған күні болсын, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болсын, ешқандай подарок күтпейтін еді. Мен өз басым өмір көрген емеспін. Әкемнің кәдімгі анама келіп бір сыйлық беріп отырған. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын саған деп мамам, ой рахмет, дастархан жайылып. Ішпей келсе сол подарка болатын бұрын. Бұрын сондай заман болатын, я? Ішпей келсе подарка ғой. Папаңның кәдімгі түрін біліп алғансың ғой уже. 2 түрі бар, біреу мас түрі, біреу сау түрі. Папаң үйге кіріп қалғанда 3 секунд үйдің ішінде пауза чуть-чуть. Бетіне қарап қаласың. Сау түрін көріп қалсаң, хо-хо-хо, ойнап кетесің. Что-то подозрительный осы аяқтың ұшымен қораның артымен фу кетесің. Сондай замандар өтті.